Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қою сорпаның, яғни машхурданың рецебімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар ол картоп, менде 2 үлкендеу картоп. Оны турап алдым, сосын ет, менде жылқының еті, осылай сүйек және ет аралас. Қойдың, сиырдың да еті жарай береді. Сосын күріш, сәбіз, болгар бұрышы. Оны да осылай 4-3-леп турадым. Бір пияз және алдын ала осылай суға жібітілген маш. Ендеше бастаймыз. Ол үшін қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып, қыздырған соң етімізді салып, жақсылап осылай қызартып қуырамыз. Менде 3-4 минуттай кетті. Сосын барып пиязымызды саламыз. Оны да жақсылап қуырамыз. Шамамен 1-2 минуттай. Жақсылап қуырылған соң болгар бұрышымызды қосамыз. Оны да 1 минуттай қуырып аламыз. Сосын 1 ас қасық томат пастасын қосып, осылай араластырамыз. Қалауыңызша қызанақ қоссаңыз да болады. Оның үстіне сәбіз, картопымызды салып, оны да жақсылап осылай араластырып қуырып аламыз. Үстіне 1,5 литр салқын су құйып, қақпағын жауып, қайнағанға дейін жеткіземіз. Қайнаған соң үстіне осы машымызды саламыз да араластырамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосып, араластырып, қақпағын кішкене қиғаш етіп жауып, төмен отта машымыз піскенше осылай қайнатамыз. Яғни маш 2-ге бөлініп жарылуы қажет. Содан соң біз күрішімізді қосамыз. Видеоға түспей қалыпты. Мінекей күрішімізді қосып, тағы да қақпағын жауып, қиғаш етіп, 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Толығымен піскен соң осылай қалауыңызша аз көк қосып, бір араластырып жіберіп ұсынсаңыз болады. Өте тойымды қою сорпалардың бірі. Балаларға да үлкендерге де барлығына ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал егер менің видео рецебім ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар. Әрі каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда шығатын жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін колокольчикке басып қойыңыздар.